Соңғы кездері отандық шоу-бизнес саласында әндер ғана емес, килограммдар да хитке айналып жатыр. Басын бастап тұрған Рамазан Амантай. Жай өзгеріске не істеп, өз-өзімен жұмыс істеп келе жатырмын. Қазір емделу үстіндемін. Уже сол салмағымнан минус 7-8 килограмм арылдым. Енді бірден ол үлкен салмақ жинап болып тастау қиын, аштық ұстап кету қиын. Бірден арықтап кету кинодағы бір түнде байып кеткен сюжет сияқты. Қызық, бірақ шындыққа жанаспайды. Арықтау да өз алдына ремейк жасап, бояу болса да сапалы шыққан дұрыс. Мен өзім жалпы сәл қарным ашса нерв ұстап, жан-жағымды қырып жіберетін адамды. Сосын жай ол көзқарасыңды, миыңды өзгерту керек нәрсе ғой. Жай өзгеріске не істеп, өз-өзімен жұмыс істеп келе жатырмын. Бұл жерде салмақ емес, сабыр жеңіп тұр. Бір апталық нәтиже күтетіндерге сабақ. Әдемілік марафон, спринт емес. Студенттік өмір бар, жалпы біз өз графигіміз дұрыс емес деген сияқты. Сол жиналып келіп, өзі гормондардың ауысуына пайда әкеп соққан, әртүрлі нелер. В общем, ремонтталу керек деді ғой маған, доктор айтты. Ракетсіге ремонтталу керек деп. Болды деп соны бисмилля деп қазір жасап жатырмыз енді. Оның өзінен кейде уақыт таппай кішкене шайып жүрген бар енді. Бірақ енді до конца апарам, құдай қаласа. Өткені сәл минус 50 ғой. 100 болсам мен әдемі боламын.